Достар, осындай сірне жасағыңыз келе ме? Ал кеттік. Ол үшін қазанның төріне ұсақтап туралған қойдың құйрық майын түгелдей жаямыз. Майымыздың бетіне домалақтап туралған пиязымызды жаямыз. Содан соң туралған етімізді саламыз. Етіміздің бетін тегістеп алып, сәл ғана тұзымыз бен қара бұрышымызды қосамыз. Енді етіміздің үстіне молынан туралған пиязымызды саламыз. Пияздың бетінен төртбұрышлап туралған сәбізімізді, домалақталған ақтүнегімізді, бір түйір сарымсағымызды дәм келтіру үшін саламыз. Енді тұзы мен қара бұрышын себелеп, бетіне болгар бұрышын саламыз да. Қазанымызды қатты отқа қоямыз. 5-7 минуттан соң отымызды азайтып, баяу отқа 2 сағат бұқтырып пісіреміз. Сірнеміз дайын болуына 20 минут қалған кезде осындай қамырдан жасаған раушан гүлімізді саламыз да. Осындай керемет дәмді тағамның дәмін көреміз. Достар, менің жасау тәсілдерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.